Жер бетін қар жаба бастағанына да көп бола қойған жоқ. Осы аздаған уақытта облысымызда орын алған төтенше жағдайларда жоқ емес. Мәселен, жол полициясы басқармасы мамандарының мәліметінше, жол көлік оқиғалары болып, кісі өлімі де орын алған. Буквально за 3 дня этого года қар жауып, тайғақ орнағаннан бері ағымдағы жылдың алғашқы күндерінде жол көлік оқиғалары орын алуда. Соның салдарынан 3 адам қаза болды. Бүгінде дымқыл қар жауып, тайғақ болуда. Осыған орай жолаушылар мен көлік жүргізушілерінің облыс орталығынан шалғайға шықпағаны жөн. Тағы бір айта кетерлігі, қазіргі таңда түскен қалың қар электр желілеріне де зақым келтіруде. Соның салдарынан көптеген бағдаршамдар жұмысын тоқтатты. Жер бетін жапқан қалың қар мен мұздақ салдарынан ағаш бұталары да сынуда. Ал қалың қар мен ағаш бұталарынан қала ішін тазалау жұмыстарының қалай жүріп жатқанын білмек болып, жол пайдалану кәсіпорнына да бас сұққанымызбен кәсіпорын мамандары бізге сұхбат беруден бас тартты. Сондай-ақ электр желілерінің зақымдануы тек облыс орталығында ғана емес, өзге аудандарда байқалуда. Бүгінгі таңда облыс аумағы бойынша шамамен 7 ауданда және облыс орталығында ауа райының ылғалдықтың жоғары көрсеткішіне және дымқыл қардың түсуіне байланысты жоғары вольтты электр баған желілерінің бойында мұз жиналып, соның салдарынан электр желілер үзілуде. Жалпы облыс бойынша Езма, Казталов, Тасқала, Ақжайық, Теректі, Зеленов, Бөрлі, Сырым аудандарында барлығында жалпы 20-ға жуық елді мекенде қазіргі уақытша жарықтың берілуі ажыратылған. Бұл уақытта Батыс Қазақстан электр торабын тарату компаниясының күштер құралдары және департаменттің ұтқыр топтары, мобильный группы, солар жұмыстанып, қазіргі уақытта қалпына келтіру жұмыстарын жалғастыруда. Алдағы күндері ауа райы қалай болмақ? Ауа райын болжау орталығы мамандарының айтуынша, қаңтар айының 5 мен 8 аралығында облысымызда жауын-шашын орын алып, тұман түседі. Жер көктайғақ болады. Оңтүстік шығыстан жай жел соқпақ. Күндізгі ауа температурасы 0 және 5 градус салқындықты көрсетпек. Қар қалың түсіп, жол жабатын кездерде алыс сапарға шықпағандар дұрыс. Сонымен қатар қысқы балық аулау кезінде суда қауіпсіздік ережелерін сақтау тұрғындарға ескертеміз. Егер дауылды алдын ала ескертуі хабардар болсаңыз, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы бұл туралы хабарды өзіңіздің жақын адамдарға, туыстарыңызға бәріне хабарлап, алдын алу шараларын ұйымдастырғандарыңыз жөн. Нұрлыбек Қыдырғалиұлы, Темірболат Тоқмамбетов, Наурыз Халитов, Жайық пресс ақпарат орталығы.